Мен қайда асығып барам, кеше келген арманым бүгін маған тар. Бәрі қашан деп сұрай береді, ал мен әлі жолдамын. Бала кезде бәрі оңай еді, бір дәптерге жоспар сызатынмын. Осы жасқа келген кезде деп өзіме өзім уәде қылатынмын. Мына жаста үйім болады, мына жаста бәрін табамын. Бірақ өмір күндіз емес, оны енді ғана ұғамын. Бір досым менен бұрын жетті, бір танысым биікке шықты. Мен олардың жолына қарап өз қадамымды кішірейттім. Сосын бір күн өзімнен сұрадым, неге саған өзгенің өлшем? Менің кештеу гүл дегенім, гүлдемеймін деген сөз емес қой. Кеше басқа адам едім, бүгін басқа ойдамын. Мен кешіккен жоқпын ешқайда, мен өзімнің жолдамын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын. Өз уақытыммен келе жатырмын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын. Кешікпедім мен, әлі жолдамын. Кейде әлі қолға тигенде бұрынғы мені еске аламын. Бір кездері үлкен көрінген санды қазір бір күнде таратып баламын. Бір бөлігі үйдің қажетіне, бір бөлігі жақын адамдарға. Қалғанынан өзіме аз қалса да шүкір деймін тапқаныма. Бұрын бақыт үлкен болатын, көлік атақ қымбат сағат. Қазір әкем күліп отырса, сол кеш маған үлкен марапат. Тамақ алып кет десе, керек емес деп айта алмаймын. Өйткені сол кішкентай ыдыста қанша қамқорлық барын байқаймын. Бәрін бүгін табу міндет емес, бәрін бір күн білу міндет емес. Бір қадамда алға барса, кішкентай жол деген болмайды. Әлі жолдамын, әлі жолдамын. Өз уақытыммен келе жатырмын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын. Кешікпедім мен, әлі жолдамын. Бір күні бүгінгі өзімді де сағынатын шығармын мүмкін. Неге сонша асықтың деп күліп қояр болашақ күнім. Сондықтан бүгін тоқтай тұрам, жетпегенімді санамаймын. Менде бардың бағасын біліп жоқ нәрсеге таласпаймын. Әлі жолдамын, кешіккен жоқпын. Мен әлі жолдамын, мен әлі жолдамын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын. Өз уақытыммен келе жатырмын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын. Кешікпедім мен, әлі жолдамын. Барар жерім бар, өз уақытым бар. Асықпаймын, әлі жолдамын. Естіп тұрсың ба, мен әлі осындамын. Өмір мені өшіргішпен өшіре алмады. Қанша түзетсе де қолтаңбам қалды. Бам. Бір кездер қалтам жұқа еді,
Бірақ жоспар толы болатын. Автобуста тұрып қайтсам да үлкен арман күтіп алатын. Бір жұмысқа кірдім, шықтым, бір есіктен жауап алмадым. Сенен тіпті шықпайды деген сөзді талай тыңдадым. Бірақ менің ішкі есебімде жеңілістің басқа аты бар. Бүгін маған жол бермеген нәрсе ертең маған сабақ болар. Мен сүрінген әрбір жерге кішкентай белгі қалдырдым. Кейін қайта сол жерден өтсем, мұнда өстім деп таныдым. Мені өмір өктеп көрді, бірақ жыртып тастамады. Қанша жерден түзетсе де өз қолтаңбам жоғалмады. Әлі осындамын, осындамын. Құласам да қайта тұрамын. Әлі осындамын, осындамын. Өзімді, өзім тастамаймын. Кейде ақша жетпей қалды, кейде уақыт жетпей қалды. Кейде сенген адамдарым ең керекте келмей қалды. Сонда білдім адам кейде өз иығын өзі табады. Ешкім жарайсың демесе де өз арқасынан өзі қағады. Мен де талай таңды бастадым, кешегі ойды арқалап. Бірақ ауыр сөмке секілді бәлін жүрмеймін сақтап. Керек сөзді алып қалдым, керексізін қалдырдым. Өткенімнің қалтасынан болашағымды таптым мен. Мені өмір сынап көрді, мен де оны танып алдым. Жығылғаным ұят емес, жаппағаным бар мақтаным. Әлі осындамын, осындамын. Құласам да қайта тұрамын. Әлі осындамын, осындамын. Өзімді, өзім тастамаймын. Енді менің арманымда бұрынғыдай айқайламайды. Тыныш қана жанымда жүріп біз жетеміз деп қайталайды. Маған бәрін жеңу керек емес, өзімнен тек ашпасам болды. Бір күн тағы алға жылжысам, бүгін босқа өтпегені. Кеше мені таныса, бүгін мүмкін үнсіз таңғалар еді. Сонша нәрсе болғаннан кейін қалай әлі күле аласың деп. Осындамын, осындамын. Өмір мені өшіре алмады, мен әлі осындамын. Әлі осындамын, осындамын. Құласам да қайта тұрамын. Әлі осындамын, осындамын. Өзімді, өзім тастамаймын. Бір қолтаңба, бір ғана өмір өшіре алмады, мен осындамын. Üstel üstünde nannın jartısı, Şaynek tağı әнін бастады. Біреу күліп сөзін ұмытты, біреу соны қайта жалғады. Телефонды ешкім ұстамады, суретке де түспей қалдық біз. Бірақ дәл сол қарапайым кешті ұмытпайтын сияқтымыз. Көйлек жаңа болған жоқ еді, дастарханда аса сәнді емес. Бірақ бәрі түгел отырғанда, бұдан артық байлық керек пе? Сол уақытта білмеппіз ғой,
дагы бир әңгімені үшінші рет айтып отыр. Бұрын болсам естігемдер ем, бүгін қайта тыңдап отырмын. Анам шайды толтыра құйып, тағы ішесің дейді мағам. Құя берші деймін әдейі, әңгімеміз бітпесін деп. Үнім баяғы қалжыңымен бәрімізді күлдіріп алды. Бір минутқа осы бөлме бүкіл әлем болып қалды. Бізге ешкім марапат бермес осындай бір қарапайым кешке. Бірақ адам кейде бар өмірін берер еді осы бір сәтке. Қымбат нәрсе үнсіз келеді, бағасын кейін білеміз. Бүгін бірге отырғандарды ертең атты іздерміз. Сақтап қой, осы сәтті сақтап қой. Бәрі түгел отырғанда уақыт бізді асықтырма қой. Мен суретке түсірмей-ақ қояйын, көзім көрсін, көңілім алсын. Әкемнің күлген дауысын жадым өзі жазып алсын. Анамның ыдыс жинағанын, есіктің таныс дыбысын. Бір күні қатты сағынғанда ішімнен тауып алатындай. Сақтап қой осы күнімді, ертең керек болады. Сақтап қой, осы сәтті сақтап қой. Бәрі түгел отырғанда уақыт бізді асықтырма қой. Шай ішуісің, әңгіме қалсын, ешқайда бармай. Мен қайда асығып барам, кеше киген арманым бүгін маған тар. Бәрі қашан деп сұрай береді, ал мен әлі жолдамын. Бала кезде бәрі оңай еді, бір дәптерге жоспар сызатынмын. Осы жасқа келген кезде де өзіме өзім уәде қылатынмын. Мына жаста үйім болады, мына жаста бәрін табамын. Бірақ өмір күнтізбе емес, оны енді ғана ұғамын. Бір досым менен бұрын жетті, бір танысым биікке шықты. Мен олардың жолына қарап өз қадамды кішірейтім. Сосын бір күн өзімнен сұрадым, неге саған өзгенің өлшемі? Менің кештеу гүл дегенім, гүлдемеймін деген сөз емес қой. Кеше басқа адам едім, бүгін басқа ойдамын. Мен кешіккен жоқпын ешқайда, мен өзімнің жолдамын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын. Өз уақытыммен келе жатырмын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын. Кешікпедім бе, әлі жолдамын. Кейде айлы қолға тигенде бұрынғы мен еске аламын. Бір кездері үлкен көрінген санды қазір бір күнде таратып аламын. Бір бөлігі үйдің қажетіне, бір бөлігі жақын адамдарға. Қалғанынан өзіме аз қалса да шүкір деймін тапқаныма. Бұрын бақыт үлкен болатын, көлігі атақ қымбат сағат. Қазір әкем күліп отырса, сол кеш маған үлкен марапат. Тамақ алып кет десе керек емес деп айта алмаймын. Өйткені сол кішкентай ыдыста қанша қамқорлық барын байқаймын. Бәрін бүгін табу міндет емес, бәрін бір күн білу міндет емес. Бір қадамды алға барса, кішкентай жол деген болмайды. Әлі жолдамын, әлі жолдамын. Өз уақытыммен
сағынатын шығармын мүмкін, неге сонша асықтың деп күліп қояды болашақ күнім. Сондықтан бүгін тоқтай тұрам, жетпегенімді санамаймын. Менде бардың бағасын біліп, жоқ нәрсеге таласпаймын. Әлі жолдамын, кешіккен жоқпын. Мен әлі жолдамын, әлі жолдамын, әлі жолдамын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын, өз уақытыммен келе жатырмын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын, кешікпедім бе? Мен әлі жолдамын, барар жерім бар, өз уақытым бар, асықпаймын. Әлі жолдамын. Естіп тұрсың ба, мен әлі осындамын. Өмір мені өшіргішпен өшіре алмады, қанша түзетсе де қолтаңбам қалды. Бір кездері қалтам шыққайды, бірақ жоспар толы болатын. Автобусты тұрып қайтсам да үлкен арман күтіп алатын. Бір жұмысқа кірдім, шықтым, бір есіктен жауап алмадым. Сенің түкте шықпайды деген сөзді де талай тыңдадым, бірақ менің ішкі есебімде жеңілістің басқа аты бар. Бүгін маған жол бермеген нәрсе ертең маған сабақ болар. Мен сүрінген әрбір жерге кішкентай белгі қалдырдым. Кейін қайта сол жерден өтсем, мұнда өстім деп таныдым. Мен өмір бүктеп көрді, бірақ жыртып тастамады. Қанша жерден түзетсе де өз қолтаңбам жоғалмады. Әлі осындамын, осындамын, құласам да қайда тұрамын. Әлі осындамын, осындамын, өзімді өзім тастамаймын. Кейде ақша жетпей қалды, кейде уақыт жетпей қалды, кейде сенген адамдарым ең керекте келмей қалды. Сонда білдім адам кейде өз иығын өзі табады. Ешкім жарайсың демесе де өз арқасынан өзі қағады. Мен де талай таңды бастадым, кешегі ойды арқалап, бірақ ауыр сөмке секілді бәрін жүрмеймін сақтап ап. Керек сөзді алып қалдым, керексізін қалдырдым. Өткенімнің қалтасынан болашағымды таптым мен. Мен өмір сынап көрді, мен де оны танып алдым. Жығылғаным ұят емес, жатпағаным бар мақтаным. Әлі осындамын, осындамын, құласам да қайда тұрамын. Әлі осындамын, осындамын, өзімді өзім тастамаймын. Енді менің арманымда бұрынғыдай айғайламайды. Тыныш қана жанымда жүріп біз жетеміз деп қайталайды. Маған бәрін жеңу керек емес, өзімнен тек қашпасам болды. Бір күн тағалға жылжысам, бүгін босқа өтпегені. Кеші мені таныса бүгін, мүмкін үнсіз таңғалар еді. Сонша нәрсе болғаннан кейін қалай әлі күле аласың деп. Осындамын, осындамын, өмір мені өшіре алмады. Мен әлі осындамын, әлі осындамын, осындамын, құласам да қайта тұрамын. Әлі осындамын, осындамын, өзімді өзім тастамаймын. Бір қолтаңбам, бір ғана өмір, өшіре алмады.
асығып барам. Кеше киген арманым бүгін маған тар. Бәрі қашан деп сұрай береді, ал мен әлі жолдамын. Бала кезде бәрі оңай еді, бір дәптерге жоспар сызатынмын. Осы жасқа келген кезде деп өзіме өзім уәде қылатынмын. Мына жаста үйім болады, мына жаста бәрін табамын. Бірақ өмір күнтізбе емес, оны енді ғана ұғамын. Бір досым менен бұрын жетті, бір танысым биікке шықты. Мен олардың жолына қарап өз қадамымды кішірейттім. Сосын бір күн өзімнен сұрадым, неге саған өзгенің өлшемі? Менің кештеу гүлдегенім гүлдемеймін деген сөз емес қой. Кеше басқа адам едім, бүгін басқа ойдамын. Мен кешіккен жоқпын ешқайда, мен өзімнің жолдамын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын. Өз уақытыммен келе жатырмын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын. Кешікпедім мен, әлі жолдамын. Кейде айқыла дегенде бұрынғы мені еске аламын. Бір кездер өлген көрінген санды қазір бір күнде таратып аламын. Бір бөлігі үйдің қажетіне, бір бөлігі жақын адамдарға. Қалғанынан өзіме аз қалса да шүкір деймін тапқаныма. Бұрын бақыт үлкен болатын, көлік ата қымбат сағат. Қазір әкем күліп отырса, сол кеш маған үлкен марапат. Анам тамақ алып кет десе керек емес деп айта алмаймын. Өйткені сол кішкентай тұста қанша қамқорлық барын байқаймын. Бәрін бүгін табу міндет емес, бәрін бір күн бұл міндет емес. Бір қадамды алға апарса кішкентай жол деген болмайды. Әлі жолдамын, әлі жолдамын. Өз уақытыммен келе жатырмын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын. Кешікпедім мен, әлі жолдамын. Бір күні бүгінгі өзімді де сағынатын шығармын. Мүмкін неге сонша асықтың деп күліп қояр болашақ күнім. Сондықтан бүгін тоқтай тұрам, жетпегенімді санамаймын. Менде бардың бағасын біліп, жоқ нәрсеге таласпаймын. Әлі жолдамын, кешіккен жоқпын. Мен әлі жолдамын, әлі жолдамын, әлі жолдамын. Өз уақытыммен келе жатырмын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын. Кешікпедім мен, әлі жолдамын. Бар жерім бар, өз уақытым бар. Асықпаймын, әлі жолдамын. Үстел үстіне нанның жартысы, шайнек тағы әнін бастады. Біреу күліп сөзін ұмытты, біреу соны қайта жалғады. Телефонды ешкім ұстамады, суретке де түспей қалдық біз.
болса сәнде емес, бірақ бәрі түгел отырғанда бұдан артық байлық керек пе? Сол уақытта білмеппіз ғой, кейбір күндер қайталанбайды. Күн тізбеді жай ғана күн, ал жүректе орын алады. Ертең бәрі өзгере, біреу алыс кетер мүмкін. Сондықтан мен асықпай жаттап алам осы күнді. Сақтап қой, осы сәтті сақтап қой. Бәрі түгел отырғанда уақыт бізді асықтырма қой. Әкем тағы бір әңгімені үшінші рет айтып отыр. Бұрын болсам естігем дерем, бүгін қайта тыңдап отырмын. Анам шайды толтыра құйып, тағы ішесің дейді маған. Дея берші деймін әдей, әңгімеміз бітпесін деп. Енім баяғы қалжыңымен бәрімізді күлдіріп алды. Бір минутқа осы бөлме бүкіл әлем болып қалды. Бізге ешкім марапат бермес осындай бір қарапайым кешке. Бірақ адам кейде бар өмірін берер еді осы бір сәтке. Қымбат нәрсе үнсіз келеді, бағасын кейін бөлеміз. Бүгін бірге отырғандарды ертең қатты іздерміз. Сақтап қой, осы сәтті сақтап қой. Бәрі түгел отырғанда уақыт бізді асықтырма қой. Мен суретке түсірмей-ақ қояйын, көзім көрсін, көңілім алсын. Әкемнің күлген дауысын жадым өзі жазып алсын. Анамның ыдыс жинағанын, есіктің таныс дыбысын. Бір күні қатты сағынғанда ішімнен тауып алатындай. Сақтап қой, осы күнімді ертең керек болады. Осы сәтті сақтап қой. Бәрі түгел отырғанда уақыт бізді асықтырма қой. Шай су ісін, әңгіме қалсын, ешқайда бармай-ақ сақтап қой. Сақтап қой. Мен қайда асығып барам, кеше киген арманым бүгін маған дар. Бәрі қашан деп сұрай береді, ал мен әлі жолдамын. Бала кезде бәрі оңай еді, бір дәптерге жоспарсыз атымын. Осы жасқа келген кезде де өзіме өзім уәде қылатынмын. Мына жаста үйім болады, мына жаста бәрін табамын. Бірақ өмір күнтізбе емес, оны енді ғана ұғамын.
дегенде бұрынғы мені еске аламын. Бір кездер өлген көрінген сандық қазір бір күнде таратып аламын. Бір бөлігі үйдің қажетіне, бір бөлігі жақын адамдарға қалғанынан өзіме аз қалса да шүкір бірдеймін тапқаныма. Бұрын бақыт үлкен болатын, көлік атақ қымбат сағат, қазір әкем күліп отырса сол кеш маған үлкен марапат. Тамақ алып кет десе керек емес деп айта алмаймын, өйткені сол кішкентай ыдыста қанша қамқорлық барын байқаймын. Бәрін бүгін табу міндетті емес, бәрін бір күн білу міндетті емес. Бір қадамда алға барса кішкентай жол деген болмайды. Әлі жолдамын, өз уақытыммен келе жатырмын. Әлі жолдамын, кешікпедім мен, әлі жолдамын. Бір күні бүгінгі өзімді де сағынатын шығармын. Мүмкін неге сонша асықтың деп күліп қояр болашақ күнім. Сондықтан бүгін тоқтай тұрам, жетпегенімді санамаймын. Мен де бардың бағасын біліп, жоқ нәрсеге талыспаймын. Әлі жолдамын, кешіккен жоқпын, мен әлі жолдамын. Әлі жолдамын, өз уақытыммен келе жатырмын. Әлі жолдамын, кешікпедім мен, әлі жолдамын. Барар жерім бар, өз уақытым бар, асықпаймын. Әлі жолдамын. Есіктің алдында әкемнің аяқ киімі, баяғы орнында үнсіз тұр. Күртем ділемін ескі ілгішке, бәрі таныс, бәрі жылы. Анама сүйден даусын шығарып, қолыңды жу, тамақ дайын дейді. Мен қанша жасқа келсем де осы сөз мені бала қылады. Үстелде 3 түрлі кәмпит жатыр, сен жақсы көресің деп сақтапты. Өзім оның атында ұмытқанмын, ал анам әлі ұмытпапты. Әкем теледен да қарап отырып, жұмысың қалай деп сұрайды. Жақсы деймін әдеттегідей, ол үндемей ақ бәрін ұғады. Қанша жерге барып қайтсам да, қанша есік ашылса алдымнан, бір есіктің ар жағында мен әлі балам деп күтемін. Мен келгенде үйде күледі анам, күледі әкем, күледі. Мен келгенде үйде күледі, бақыт деген осы білем. Бөлмем бұрынғыдай емес екен, бір бұрышта жаңа шкаф тұр, бірақ сөредегі ескі дәптерім әлі мені күткендей тұр. Ашып қалсам бала қолтаңбам, үлкейгенде мынаны алам. Төменірек тағы жазыппын, әкеме үлкен көлік алам. Күліп алдым сол арманыма, қандай оңай еді бәрі онда. Бір параққа сыйып кететін бүкіл болашақ бала кезде. Қазір жоспар әлде қайда көп, кейде өзімде шатасамын. Ал анамның бір кесе шайынан бір сәт бәрін ұмыта аламын. Телефоным үстелде қалады, ешкім маған асық демейді. Осы үйде менің лауазымымды ешкім сұрап та керегі жоқ. Мұнда менен ешкім күтпейді, мықты болып көрінуімді. Келдің бе деп қарсы алғаны жеткілікті бүгін маған. Мен келгенде үйде күледі анам, күледі әкем, күледі. Мен келгенде үйде күледі, бақыт деген осы білемін. Кешке әкем құралын іздейді, көрдің бе деп менен сұрайды. Өзі қойған жерін ұмытып, 5 минуттан соң өзі табады. Анам ыдыс жинап жүріп, ертең кетесің бе дейді. Әлі білмеймін дегеніме, қалсаңшы деп ақырын күледі. Осы бір ғана қысқа сөздің салмағы қандай ауыр еді. Бала
Тағы жұмыс басталар. Бірақ бүгін асықпаймын. Шай құйшы ана, тағы бір кесе. Әке, айтшы баяғы әңгімені, 100 рет айтсаң 100 рет тыңдаймын. Кейбір сәттің бағасын адам өтіп кеткен кезде ұғады. Үйде күледі, үйде күледі. Мен келгенде үйде күледі. Мен келгенде үйде күледі. Мен келгенде үйде күледі. Анашы, шайды құя бер. Мен бүгін асықпаймын. Üstel üstünde nannın jartısı, şaynak tağı әнін бастады. Біреу күліп сөзін ұмытты, біреу соны қайта жалғады. Телефонды ешкім ұстамады, суретке де түспей қалдық біз. Бірақ дәл сол қарапайым кешті ұмытпайтын сияқтымыз. Көйлек жаңа болған жоқ еді, дастарханда аса сәнді емес. Бірақ бәрі түгел отырғанда, бұдан артық байлық керек пе? Сол уақытта білмеппіз ғой, кейбір күндер қайталанбайды. Күнтізбеде жай ғана күн, ал жүректе орын алады. Ертең бәрі өзгерер, біреу алыс кетер мүмкін. Сондықтан мен асықпай жаттап алам осы күнді. Сақтап қой, осы сәтті сақтап қой. Бәрі түгел отырғанда, уақыт бізді асықтырмады. Әкем тағы бір әңгімені 3-ші рет айтып отыр. Бұрын болсам естігем дер ем, бүгін қайта тыңдап отырмын. Анам шайды толтыра құйып, тағы ішесің дейді мағам. Құя берші деймін әдейі, әңгімеміз бітпесін деп. Үнім баяғы қалжыңымен бәрімізді күлдіріп алды. Бір минутқа осы бөлме бүкіл әлем болып қалды. Бізге ешкім марапат бермес осындай бір қарапайым кешке. Бірақ адам кейде бар өмірін берер еді осы бір сәтке. Қымбат нәрсе үнсіз келеді, бағасын кейін білеміз. Бүгін бірге отырғандарды ертең қатты іздерміз. Сақтап қой, осы сәтті сақтап қой. Бәрі түгел отырғанда, уақыт бізді асықтырма ғой. Мен суретке түсірмей-ақ қояйын, көзім көрсін, көңілім алсын. Әкеңнің күлген дауысын жадым өзі жазып алсын. Анамның ыдыс жинағанын, есіктің таныс дыбысын. Бір күні қатты сағынғанда ішімнен тауып алатындай. Сақтап қой осы күнімді, ертең керек болар. Сақтап қой, осы сәтті сақтап қой. Бәрі түгел отырғанда, уақыт бізді асықтырма ғой. Шай суысын, әңгіме қалсын, ешқайда бармай.
Есікті аш, мен бүгін ерте келдім. Анамның тамақ ішесің бе деген. Мен келгенде үйде күледі, үйде күледі. Есіктің алдында әкемнің аяқ киімі, баяғы орнында үнсіз тұр. Күртем делемін ескі кешке, бәрі таныс, бәрі жылы. Анам ас үйден даусын шығарып, қолыңды жу, тамақ дайын дейді. Мен қанша жасқа келсем де осы сөз мені бала қылады. Үстелде 3 түрлі кәмпит жатыр, сен жақсы көресің деп сақтапты. Өзім оның аттында ұмытқанмын, аланым әлі ұмытпапты. Әкем теледидар қарап отырып, жұмысың қалай деп сұрайды. Жақсы деймін әдеттегідей, ол үндемей ақ бәрін ұғады. Қанша жерге барып қайтсам да, қанша есік ашылса алдымнан, бір есіктің ар жағында мені балам деп күтеді. Мен келгенде үйде күледі, анам күледі, әкем күледі. Мен келгенде үйде күледі, бақыт деген осы білемін. Бөлмем бұрынғыдай емес екен, бір бұрышта жаңа шкаф тұр. Бірақ сөредегі ескі дәптерім әлі мені күткендей тұр. Ашып қалсам бала қолтаңбам, үлкейгенде мынаны алам. Төменірек тағы жазыппын, әкеме үлкен көлік алам. Күліп алдым сол арманыма, қандай оңай еді бәрі онда. Бір параққа сыйып кететін бүкіл болашақ бала кезде. Қазір жоспар әлде қайда көп, кейде өзімде шатасамын. Ал анамның бір кесе шайынан бір сәт бәрін ұмыта аламын. Телефоным үстелде қалады, ешкім маған ас демейді. Осы үйде менің лауазымымды ешкім сұрап та керегі жоқ. Мұнда менен ешкім күтпейді, мықты болып көрінуімді. Келдім едік қарсы алғаны жеткілікті бүгін маған. Мен келгенде үйде күледі, анам күледі, әкем күледі. Мен келгенде үйде күледі, бақыт деген осы білемін. Кешке әкем құралын іздейді, өзі қойған жерін ұмытып. 5 минуттан соң өзі табады. Анамды жинап жүріп, ертең ерте кетесің бе дейді. Әлі дінмеймін дегенім, қалсаң кіші бақ күрін күледі. Осы бір ғана қысқа сөздің салмағы қандай ауыр еді. Бала кезді кеткім келетін, енді қалғым келіп тұрады. Тоназы құштың есігінде баяғы магнит қисық тұр. Қанша жаңа дүние көрсем де осы қызық магнит қымбат тұр. Мен түсіндім, қабырғамен өлшенбейді екен. Сені біреу күтетін болса, сол жер саған үй болады екен. Ертең тағы жұмыс басталар, тағы 100 қоңырау кетер мені. Бірақ бүгін асықпаймын, шай құйшы ана тағы бір кесе. Әке айтшы баяғы әңгімем, 100 рет айтсаң 100 рет тыңдаймын. Кейбір сәттің бағасын адам өтіп кеткен есте ұғады. Үйде күледі, үйде күледі, мен келгенде үйде күледі. Мен де күлемін, үйде күледі. Мен келгенде үйде күледі, анам күледі, әкем күледі. Мен келгенде үйде күледі, бақыт
Üstel üstüne nanın jartısı, şaynek dağı әнін бастады. Біреу күліп сөзін ұмытты, біреу соны қайта жалғады. Телефонды ешкім ұстамады, суретке де түспей қалдық біз. Бірақ дәл сол қарапайым кешті ұмытпайтын сияқтымыз. Көйлек жаңа болған жоқ еді, дастар қандаса сәнді емес. Бірақ бәрі түгел отырғанда бұдан артық байлық керек пе? Сол уақытта білмеппіз ғой, кейбір күндер қайталанбайды. Күн тізбеді жай ғана күн, ал жүректе орын алады. Ертең бәрі өзгерек, біреу алыс кетер мүмкін. Сондықтан мен асықпай жаттап алам осы күнді. Сақтап қой, осы сәтті сақтап қой. Бәрі түгел отырғанда уақыт бізді асықтырма қой. Тағы бір әңгімені үшінші рет айтып отыр. Бұрын болсам естігендерім бүгін қайта тыңдап отырмын. Анам шайды толтыра құйып тағы ішесің дейді маған. Тия берші деймін әдей, әңгімеміз бітпесін деп. Енім баяғы қалжыңымен бәрімізді күлдіріп алды. Бір минутқа осы бөлме бүкіл әлем болып қалды. Бізге ешкім марапат бермес осындай бір қарапайым кешке. Бірақ адам кейде бар өмірін берер еді осы бір сәтке. Қымбат нәрсе үнсіз келеді, бағасын кейін бөлеміз. Бүгін бірге отырғандарды ертең қатты іздерміз. Сақтап қой, осы сәтті сақтап қой. Бәрі түгел отырғанда уақыт бізді асықтырма қой. Мен суретке түсірмей-ақ қояйын, көзім көрсін, көңілім алсын. Әкемнің күлген дауысын жадым өзі жазып алсын. Анамның ыдыс жинағанын, есіктің таныс дыбысын. Бір күні қатты сағынғанда ішімнен тауып алатындай. Сақтап қой, осы күнімді ертең керек болады. Осы сәтті сақтап қой. Бәрі түгел отырғанда уақыт бізді асықтырма қой. Шай суысын, әңгіме қалсын, ешқайда бармай-ақ сақтап қой. Сақтап қой. Мен қайда асығып барам, кеше киген арманым бүгін маған дар. Бәрі қашан деп сұрай береді, ал мен әлі жолдамын. Бала кезде бәрі оңай еді, бір дәптерге жоспарсыз атымын. Осы жасқа келген кезде де өзіме өзім уәде қылатынмын. Мына жаста үйім болады, мына жаста бәрін табамын. Бірақ өмір күндізбе емес, оны енді ғана ұғамын. Бір досым менің бұрын жетті, бір танысым биікке шықты. Мен олардың жолына қарап өз қадамымды кішіре
қиыншылық болға дегенде бұрынғы мені еске аламын. Бір кездер үлкен көрінген сандық қазір бір күнде таратып аламын. Бір бөлігі үйдің қажетіне, бір бөлігі жақын адамдарға қалғанынан өзіме аз қалса да шүкір деймін тапқаныма. Бұрын бақыт үлкен болатын, көлік атақ қымбат сағат. Қазір әкем күліп отырса сол кеш маған үлкен марапат. Тамақ алып кет десе керек емес деп айта алмаймын, өйткені сол кішкентай ыдыста қанша қамқорлық барын байқаймын. Бәрін бүгін табу міндет емес, бәрін бір күн білу міндет емес. Бір қадамда алға барса кішкентай жол деген болмайды. Әлі жолдамын, өз уақытыммен келе жатырмын. Әлі жолдамын, кешікпедім мен, әлі жолдамын. Бір күні бүгінгі өзімді де сағынатын шығармын. Мүмкін неге сонша асықтың деп күліп қояр болашақ күнім. Сондықтан бүгін тоқтай тұрам, жетпегенімді санамаймын. Мен де бардың бағасын біліп жоқ нәрсеге таласпаймын. Әлі жолдамын, кешіккен жоқпын, мен әлі жолдамын. Әлі жолдамын, өз уақытыммен келе жатырмын. Әлі жолдамын, кешікпедім мен, әлі жолдамын. Барар жерім бар, өз уақытым бар, асықпаймын. Әлі жолдамын. Есікті аш, мен бүгін ерте келдім. Анамның тамақ ішесің бе деген. Мен келгенде үйде күледі. Есіктің алдында әкемнің аяқ киімі, баяғы орнында үнсіз тұр. Күртемделемін ескі үлгішке, бәрі таныс, бәрі жылы. Анам ас үйден даусын шығарып қолыңды жу, тамақ дайын дейді. Мен қанша жасқа келсем де осы сөз мені бала қылады. Үстелде 3 түрлі кәмпит жатыр, сен жақсы көресің деп сақтапты. Өзім оның аттында ұмытқанмын, аланым әлі ұмытпапты. Әкем теледидар қарап отырып жұмысың қалай деп сұрайды. Жақсы деймін әдеттегідей, ол үндемей ақ бәрін ұғады. Қанша жерге барып қайтсам да, қанша есік ашылса алдымнан, бір есіктің ар жағында мені әлі балам деп күтеді. Мен келгенде үйде күледі, анам күледі, әкем күледі. Мен келгенде үйде күледі, бақыт деген осы білемін. Бөлмем бұрынғыдай емес екен, бір бұрышта жаңа шкаф тұр. Бірақ сөредегі ескі дәптерім әлі мені күткендей тұр. Ашып қалсам бала қолтаңбам, үлкейгенде мынаны алам. Төменірек тағы жазыппын, әкеме үлкен көлік алам. Күліп алдым сол арманыма, қандай оңай еді бәрі онда. Бір параққа сыйып кететін бүкіл болашақ бала кезде. Қазір жоспар әлде қайда көп, кейде өзімде шатасамын. Ал анамның бір кесе шайынан бір сәт бәрін ұмыта аламын. Телефоным үстелде қалады, ешкім маған асып демейді. Осы үйде менің лауазымымды ешкім сұрап та керегі жоқ. Мұнда менен ешкім күтпейді, мықты болып көрінуімді. Келдім ме деп қарсы алғаны жеткілікті бүгін маған. Мен келгенде үйде күледі, анам күледі, әкем күледі. Мен келгенде үйде күледі, бақыт деген осы білемін.
ешкім құралын іздейді, өзі қойған жерін ұмытып. 5 минуттан соң өзі табады. Анамды жинап жүріп, ертең ерте кетесің бе дейді. Әлі дінмеймін дегеніме қалсаңшы деп ақырын күледі. Осы бір ғана қысқа сөздің салмағы қандай ауыр еді. Бала кезді кеткім келетін, енді қалғым келіп тұрады. Тоңазы қыштың есігінде баяғы магнит қисық тұр. Қанша жаңа дүние көрсем де осы қысық магнит қымбат тұр. Мен түсіндім, қабырғамен өлшенбейді екен. Сені біреу күтетін болса, сол жер саған үй болады екен. Ертең тағы жұмыс басталар, тағы 100 қоңырау кетер мені. Бірақ бүгін асықпаймын, шай құйшы ана, тағы бір кесе. Әке айтшы баялы әңгімем, 100 рет айтсаң 100 рет тыңдаймын. Кейбір сәттің бағасын адам өтіп кеткен есте ұғады. Үйде күледі, үйде күледі, мен келгенде. Үйде күледі, мен де күлемін. Үйде күледі, мен келгенде. Үйде күледі, анам күледі, әкем күледі. Мен келгенде үйде күледі. Бақыт деген осы білем. Анашым, шайды құя бер, мен бүгін асықпаймын. Мен қайда асығып барам, кеше киген арманым бүгін маған тар. Бәрі қашан деп сұрай береді, ал мен әлі жолдамын. Бала кезде бәрі оңай еді, бір дәптерге жоспар сызатынмын. Осы жасқа келген кезде деп өзіме өзім уәде қылатынмын. Мына жаста үйім болады, мына жаста бәрін табамын. Бірақ өмір күнтізбе емес, оны енді ғана ұғамын. Бір досым менен бұрын жетті, бір танысым биікке шықты. Мен олардың жолына қарап, өз қадамымды кішірейттім. Сосын бір күн өзімнен сұрадым, неге саған өзгенің өлшемі? Менің кештеу гүл дегенім, гүлдемеймін деген сөз емес қой. Кеше басқа адам едім, бүгін басқа ойдамын. Мен кешіккен жоқпын ешқайда, мен өзімнің жолдамын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын, өз уақытыммен келе жатырмын. Әлі жолдамын, әлі жолдамын, кешікпедім мен, әлі жолдамын. Кейде аял қолға тигенде бұрынғы мені еске аламын. Бір кездер өлген көрінген санды қазір бір күнде таратып аламын. Бір бөлігі үйдің қажетіне, бір бөлігі жақын адамдарға. Қалғанынан өзіме аз қалса да шүкір деймін тапқаныма. Бұрын бақыт үлкен болатын, көлік ата қымбат сағат. Қазір әкем күліп отырса, сол кеш маған үлкен марапат. Анам тамақ алып кет десе, керек емес деп айта алмаймын. Өйткені сол кішкентай ыдыста қанша қамқорлық барын байқаймын. Бәрін бүгін табу міндет емес, бәрін бір күн бұл міндет емес. Бір қадамды алға апарса, кішкентай жол деген болмайды.
Bir күні бүгінгі өзімді де сағынатын шығармын мүмкін. Неге сонша асықтың деп күліп қояр болашақ күнім. Сондықтан бүгін тоқтай тұрам, жетпегенімді санамаймын. Менде бардың бағасын біліп, жоқ нәрсеге әлі жолдамын. Бар жерім бар, өз уақытым бар, асықпаймын. Әлі жолдамын.